Мен бұлай болар деп ешқашан ойламаппын. Көршім Ерлан екеуміз 3 жылдай бір подъезде тұрдық. Арамызда ештеңе болмаған. Амандасып, жай ғана адамша қатынасып жүрдік. Бірақ күйеуім вахтаға кетіп, үйде жалғыз қалған күндерім көбейген сайын, ішкі жалғыздық пен жылулыққа деген мұқтаждық мені әлсіз етті. Бір күні кешкісін есік қоңырауы соғылды. Ашсам Ерлан, қолында бір табақ манты. Апам жасап еді, сізге де әкеліп едім деді. Күліп рахметімді айтып, ішке шақырдым. Ол ештеңе ойламай кірді. Мен де жай ғана адамгершілікпен қарадым. Бірақ дәл сол кеште алғаш рет оның көзіне тік қарадым. Ол да маған басқаша қарады. Үнсіздік пен ыңғайсыздық бір сәт болды. Шай ішіп болып әңгімеміз тым шынайы болып кетті. Менің жалғыздықпен күресіп жүргенімді, күйеуімнің мені мүлдем елемейтінін айтып қалдым. Ол үнсіз тыңдап отырды. Кетіп бара жатып иығыма қолын қойды. Мен шошып кеткен жоқпын. Қайта ішім біртүрлі елжіреп қоя берді. Ұятта болса айтайын, сол түні мен алғаш рет күйеуімнен басқа еркектің құшағын аңсадым. Сол түні ұйқым келмеді. Ерланның жүзі, жұмсақ үнмен сөйлегені, иығымдағы қолының жылуы бәрі есімнен шықпады. Ұят қой, бірақ шындық осы. Әйел адамның мейірім мен назарға зәру сәті болады екен. Сол сәтті біреу дөп басып келсе, жүрек бағынбай қалады екен. Таңертеңгілік подъезд алдында тағы кездесіп қалдық. Кешегі үшін кешір деді сыбырлап. Мен ештеңе жоқ дедім. Сөйтіп көзімді тайдырып жүріп кеттім. Бірақ іштей өзімді де, оны да кешіре алмай тұрдым. Ештеңе болмады, бірақ бәрі болды. Арада ауа басқаша еді. Мен оны бұрын соңды еркек ретінде көрмеппін. Енді көріп тұрмын. Апталар өтті. Ерлан кешқұрым есік қағып тұра қалатын болды. Жай ғана шай ішіп кетейікші, жалғызсың ғой, әңгімелесейікші деген сылтаумен келетін. Ал мен оны тоқтатудың орнына сол сөздерді күтіп жүрдім. Ұятта болса айтайын, бір күні жаңбырлы кеште жарық сөніп қалған. Ол келіп, қорқып отырған шығарсың деді. Мен үндемедім. Қаласаң кетейін деді тағы да. Мен жоқ дедім. Ол диванға отырды. Мен терезе алдында тұрдым. Тек үнсізді. Кенет артыма бұрылсам, дәл қасымда тұр. Мен демімді ішіме тарттым. Ол бетіме жақындап келді. Ұятта болса айтайын, сол сәтте мен қарсы болмадым. Сол түн бізді өзгертті. Екеумізді үнсіз болдық. Бірақ енді бұрынғыдай бола алмадық. Күйеуім қайтып келгенде менің көзім Ерланды іздеді. Күйеуім вахтадан бір апта ерте келді. Аяқ астынан есікті ашып тұрған сәтте жүрегім тарсылдап кетті. Ештеңе істемесем де өзімді кінәлі сезіндім. Ал көзім терезеден Ерланның үнін іздеді. Күйеуім ештеңе сезбегендей, әдеттегі қалпы, сөмкесін бір бұрышқа лақтырып, теледидар қосып, телефонына үңілді. Ал мен ас үйде тұрып ойға шомдым. Ерлан мені шын сүйіп қалды ма, әлде жай ғана бір сәттік әлсіздік пе? Сол түні күйеуім мені құшақтағысы келді. Ұят қой, бірақ мен жүрегіммен мүлде басқа еркектің құшағын аңсадым. Бұрылып жаттым. Ол да үндемей теріс қарады. Осы үнсіздік бізді бұрыннан бөлектеп келген еді. Бірақ мен алғаш рет оны осы қалыбында кешіре алмадым. 2 күн өтті, мен Ерланды көрмедім. Бірақ бір күні подъезде кіріп бара жатқанда, оның есігі сәл ашық тұр екен. Іштей дірілдеп, көзім еріксіз соған түсті. Кенет есіктен ол шықты. Көзіміз түйісті. Бір сәтте бәрі тоқтап қалғандай болды. Жақсысы, енді келмей қояйын деді. Кешірші дедім мен, бірақ менің кінәм. Сені ұмыта алмай жүрмін дедім сыбырлап. Ұятта болса айтайын, мен де оны ұмыта алмадым. Жүрегім жарылып кетердей боп тұрды. Бірақ енді біз бөгде адамдарымыз. Ол менің күнімді жарық еткен, бірақ жолым емес еді. Апталар сырғып өте берді. Ерланмен арадағы сәт тек естелік боп қала берді деп ойлағанмын. Бірақ таңертең ішім айнып ояндым. Әлсіздік, бас айналу. Алғашында мән бермедім. Бірақ мұндай жиі қайталана бастағанда қорқып тест алдым. 2 қызыл сызық. Жүрегім дүрсілдеп, қолым дірілдеп кетті. Ұятта болса айтайын, бір сәт өзімді қуанып тұрғандай сезіндім. Қаншама жылдан бері күйеуімнен бала болмай жүрген. Енді міне 2 жолақ. Бірақ қуанышымды жасырарға жер таппадым. Себебі бұл сұрақ жанымды тілді. Бұл кімнен? Күйеуімнен бе, әлде Ерланнан ба? Сол күні өзімді жайсыз сезініп, ас бөлмеде отырып қалдым. Күйеуім қатты сырқаттанып қалдың ба деп мені уайымдап келді. Ал мен оның көзіне тіке қарай алмадым.
Кешке Ерлан подъезде тағы кездесті. Екеуміз үнсіз тұрдық. Ол менің көзімнен біртүрлі өзгерісті сезді. Жақсысы бәрі аяқталсын, біз ешқашан бірге бола алмаймыз, деді ол. Мен үндемедім. Ятта болса айтайын, мен жүкті болып қалдым деуге батылым жетпеді. Себебі өзімде кімнен екенін білмей тұрдым. Тестті жасағаннан кейін арада 2 күн өтті. Ішімнен тас, төбемнен мұздай су құйып жібергенде күйдемін. Ал сыртым сол баяғыдай, ешкім сезбесін деп күліп жүрмін. Бірақ жүрегім жарылып кетердей. Күйеуім бір күні жұмыстан келіп, менің түрімді көріп мазастанды. Қатты шаршап жүрсің ғой жаным, бір тексеріліп көрсеңші, деді. Ятта болса айтайын, мен сол сәтте менің даусым дірілдеп кетті. Айтарым бар, дедім. Ол шошып кетті. Не болды, деді үреймен. Мен терең дем алдым да жай ғана 2 ауыз сөз айтты. Мен жүкті екенмін. Күйеуім сол сәтте есеңгіреп тұрып қалды. Көздері бақырай біртүрлі сенбей тұрды. Сосын кенет құшағына басып, Құдайым-ау, ақыры болды. Біз әке-шеше боламыз ба сонда, деп көзінен жас шығып. Мен үнсіз тұрдым, жаным ауырды. Өйткені мен білмеймін, бұл бала одан ба, әлде Ерланнан ба. Сол түні күйеуім тәтті армандармен ұйықтады. Ал мен шындықтың ащы түйінімен жылап отырдым. Терезенің ар жағынан Ерланның үйіне қарадым. Оның жарығы сөнбепті, ол да ұйықтамаған сияқты. Ятта болса айтайын, мен сол уақытта ДНК туралы ойлай бастадым. Күйеуім күннен күнге қуанып жүр. Менің әр адымымды аңдып, шаршама, демал, ештеңе уайымдама деп жанымды шыр-пыр болып жүріп айналып жүргені жүректі одан сайын ауыртты. Ятта болса айтайын, мен оның мейіріміме жауап бере алмадым. Ішімде тек бір сұрақ, бұл бала кімнен? Бір күні телефоныма белгісіз нөмірден хабарлама келді. Жүрегім зу ете қалды. Ашып қарасам, Ерлан екен. Сені мазаламаймын деп уәде бергем. Бірақ бір ғана сұрақ, меннен бе? Егер солай болса, мен қашпаймын, тек шындықты білгім келеді, деп. Сол сәтте көзімнен жас парлап кетті. Ол менің ішкі күмәнімді сезіп тұрғандай. Ал мен бұл сұрақты өзіме де қоюға қорқамын. Түнде ұйықтай алмай телефоныма қайта-қайта қарап жаттым. Хатқа жауап жазу үшін бір қолым терезеге сүйенді. Бірақ жауап жазуға батылым жетпеді. Қайта өшіріп тастадым. Келесі күні емханаға бардым. Дәрігер маған қарап отырып, УЗИ жасағанда терең ойланып қалды. Сіз нақты қанша апталық деп айттыңыз, деп сұрады. Мен есептеп тұрдым, бәрі Ерланмен болған түнге тура келетін сияқты еді. Дәрігер басын шайқады. Сәби 6 аптаға жуық. Тура сол маңай. Сізге нақты мерзімі бойынша ДНК анализі керек болуы мүмкін, деді абайлап. Ятта болса айтайын, мен сол сәтте бәрі анық болды. Бірақ мен оны мойындауға дайын емес едім. Күндер өтіп жатты. Ішім үлкейіп, сәби жүрегімнің түбіне ене берді. Бірақ бір нәрсе ішімді тырнады. Мен әлі де шындықты айтқан жоқпын. Бүгін айтам, ертең айтам деп жүріп, үнсіз күнәларымның жүгін арқалап жүре бердім. Бір кеште күйеуім екеуміз шай ішіп отырғанбыз. Кенет ол сөз бастады. Жаным, саған бір нәрсе айтуым керек, деді байсалды үнмен. Жүрегім зу ете түсті. Мен де саған айтарым бар, дедім, дірілдеп. Ол үнсіз тұрып қалды, сосын баяу ғана сөзін жалғастырды. Сенің ішіңдегі бала менің балам емес екенін мен білемін. Менің көзім шарасына шығып кетті. Қолымдағы кесе сылдыр ете үстелге тиді. Қалай? Ол маған тік қарады. Көзінде ашу жоқ, тек терең өкініш пен шашаған сабыр бар еді. Ерланнан келген хатты оқып қойдым. Телефоныңды да байқаусызда көріп қойдым. Бірақ сені бақылаған жоқпын. Сен өзің шындықты қашан айтасың деп күтіп жүрдім. Менің көзімнен жас тұрғалады. Мен білмеймін неге бұлай болды. Жаным жабық еді, Ерлан соны сезіп қойды. Бірақ мен сені де, оны да кешіре алмай жүрмін. Ол терең күрсінді. Мен де бір кездер саған суық болдым. Кінә екеумізден де шығар. Бірақ бір өтінішім бар. Не, дедім жылап. Осы баланы өсірейік. Мен оны өз баламдай көрем. Егер сен шын өкінсең, өткенге нүкте қойып, осы баламен жаңа өмір бастайық, деді. Ятта болса айтайын, осы сәтте мен оны қайтадан сүйіп кеттім. Оның мейірімінен, кешірімін, еркектік биіктігінен. Ал нағыз
Бұл нағыз ер екен, ал ерлан ше. Келесі күні подъезд есігінде бір кішкентай ғана қағазға жапсырылыпты. Пәтер сатылымда, иесі қаладан кетеді. Бітті, ол кеткен, мүлде үнсіз, мүлде із қалдырмай. Иә, ұятта болса айттым, бірақ бұл менің ғана емес, талай әйелдің іштей жылап тұрып күлген өмірі. Кешірім деген әлсіздік емес, ал шын махаббат кешіре алған жүректе ғана болды. Құрметті оқырмандарым, өмірден алынған шынайы оқиғалар ұнап жатса, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.